Сабина, мұны мен не айтқым келіп тұр? Өтірік жынды болмаш. Саған шулы жерлер, демалу ұнайды ғой. Ал ана жалғасыңмен үйден шықпайтын болып кеттің сен. Маған не ұнайтынын сен қайдан білесің? Құрбым-ай. Мына жағдайың болмайды, сенде депрессия сияқты. Қане тұр, тез жинал, кеттік. Қайда? Кеттік, жинал. Мына 4 қабырғада отыра берсең жынды болып кетесің. Одан да қыздармен кафеге барып сергіп қайтайық біраз. Той, барғым келмейді. Барғың келмейтінін біліп отырмын, бірақ анда-санда сергіп тұрған ештеңе етпейді. Рабиға бұл Сабинаның ең соңғыда арам пиғыл екенін сезбеген деді. Жалған құрбысы не дайындап қойғанын Рабиға білгенде ғой. Жоқ дей бересің. Олай болмайды ғой, сен маған қараш. Сен маған ішпе дедің, мен қазір ішіп жүргенім жоқ. Сен мені өзімнен құтқарып қалдың десем де болады. Құдай біледі не боларын. Енді мен саған көмектескім келеді. Көмектескім келеді? Сабина, сен маған? Ұзақ уақыт болмаймыз. Тамақ ішеміз де қайтамыз. Біраз сергіп қаласың, болды. Ой, Сабина, барғым келмейді. Оның үстіне тәбетім де жоқ. Ең болмаса таза ұжытып қайтайықшы. Оның үстіне пәтердің ақшасын төлейтін уақытта келіп жетті. Ақшаң болса картада, банкоматқа дейін барып, біраз серуендеп қайтамыз. Жоқ, сен бара бер. Сенің тамақ ішуге ақшаң бар, ал пәтер ақысын төлеуге ақшаң жоқ, солай ма? Рабиға, маған қазір сен маңыздысың. Сенің картаңмен мен банкоматқа барғым келмейді. Ақшаң жетпей қалып жүрсе тағы. Тұршы, кеттік. Шынымен де, пәтердің ақшасын төлеу керек. Сабина менің картамды алғысы келмейді. Неге екені мен оған сенбеймін. Шығу керек, амал жоқ, жинала бастадым. Құрбылар үйден шығады. Сабина Рабиғаға бірінші тамақ ішіп алайық деп көндіреді. Сабина айтқан қыздар әлі келмегесін, әзірге қыздар өздері отыра тұрайын дейді. Шыққанымыз дұрыс болды. Бірдеңе ішесің бе? Су ішемін. Ал мен коктейль алам, мохито. Мохито? Сабина, оның ішінде арақ бар ғой? Бір ұттасаң дымды етпейді. Сабина, сен маған ішпеймін деп уәде бергенсің. Мен арақ жоғын алам, болды, тынышталшы. Жүрейді. Қыздар болса әлі жоқ, кім келетін еді өзі? Бота мен Айгүл келеді. Түсінікті. Сен отыра бер, мен асмаздарын алып келейін, жарай ма? Даяш жасап кетті. Сабина кафенің ішіне қарай кетеді. Шын мәнінде басқа нәрсе істейін деп жүрген еді. Арам пиғылын жүзеге асырмақшы. Жалғас. Рабиғаң міне, осылай қайғырып жүр. Өзің қара. Рабиға қазір кафеде. Өзінің құрбанын іздеп жүргенге ұқсайды. Қазір келеді. Не таңдадың? Ештеңе жегім келіп отырған жоқ. Жалғас қой. Қанша уақыт болды жауап берейіне? Сәлем, қайдасың? Сәлем, Жалғас. Біз шығып кетіп едік. Сөйлесіміз керек. Қайда отырған жібер. Мен қазір келем. Арамыз суып барады. Бүгін сөйлеспесек енді ешқашан сөйлеспейміз. Сабина. Жалғас бізге сөйлесу керек дейді. Енді бәрі бұрынғыдай болады ғой, иә? Рабиға ештеңеден сезіктенбейтін күйдеді. Бірден отырған жерін жібереді де Жалғастың келуін күтеді. Мен сондай бақыттымын. Барлық ойым тек кездесу жайында еді. Қайта тұрып қараймын келді ме деп. Жалғасты көргенде шыдай алмай кафеден жүгіріп шықтым. Менің не күтіп тұрғанын қайдан білейін? Жалғас, келгенің қандай бәрі шындық екен ғой. Не шындық? Екеуміздің екі жаққа кеткенімізді тойлап жүрсің бе? Кафеден кафе қыдырып, тағы да бір ақымақты іздеп жүрсің ғой, иә? Сенсіз өмірім жоқ, сенсіз өмір сүре алмаймын деп өтірік хабарлама жіберіп, өзің бір мезетте тоқтай алмай жүрсің бе? Жалғас, не деп кеттің? Саған жазған хабарламаларың өтірік емес. Сабинаның айтқандары бәрі шындық екен. Саған тек қана қыдыру ғана қажет екен. Басқа ештеңе. Ешкімге бет, мен пайда бола қалдым ғой, иә?
солай ма? Жалғас, не деп кеттің? Тұр. Сабина? Сен Сабина дедің ба? Менің не екенін бірден түсіндім. Осының бәрін ұйымдастырып жүрген Сабина екен ғой. Үйдегі болған жағдайларды да қасақана істеген бе? Неге олай істеді екен? Қалай сонда? Жалғас, сен сонда маған емес соған сеніп тұрсың ба? Қалай сенбеймін? Сенің ішіп отырған суретіңді өз көзімен көріп, қалай сенбеймін? Айтшы. Екі жаққа кеткен ғашықтар осылай кафеде қайғыра ма екен? Жалғас, ол сурет өмірімде алғашқы және соңғы сурет болған. Біреу әдейілеп стақаныма арақ құйып жіберген. Ал сен болсаң маған сенбейсің. Жарайды, Жалғас, сен маған сенбейсің. Сенің алдында ақталып тұруға міндетті емеспін. Өмірімде болғанына рахмет. Үндемейсің, я, Жалғас? Жарайды, сенің алдында ақталмаймын. Сенбесең сенбей-ақ қой. Қош бол, Жалғас. Тоқташы, Рабиға. Айтқандарың бәрі рас па? Жалғас, бәрі де рас. Бірақ Сабинаның неге бұлай істеп жүрген түк түсінбеймін. Бұл арыс болды. Жалғыз ақ сурет өмірімді құртты. Түсінесің бе? Құртты. Рабиға, кетпеші. Маған сенсіз қиын. Тух, татуласайын деп жатыр ма не? Қалай сонда? Неге өмірде осылай болады, а? Біреулерге бәрі бір рет, біреулерге дым да жоқ. Жолым болмады. Көре алмаған едім екеуін. Қызғаныштан тұз жаладым. Басқа амалым бар ма? Рабиға, жүрші. Бәрін қайтадан бастайықшы. Жүр. Сабинаға заттарымды шығарып тастауым керек деп айтуым керек. Жақсы, кеттік. Бұдан былай құлы болмайтындарыңды өзі де түсінген сияқты ғой. Кеттік.